Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыз. Түгелміз ба? Иә. Отырайыныз балалар. Шеңбер болып аламыз балалар. Балалар, қазір мен сендерге мына қорапшаны беремін. Осы қорапшада бір кісінің суреті бар. Сол кісінің мінезін, яғни туралы айтасыңдар. Әдемі, өнегелі, Шыншыл. Стабыл. Ақылы. сымбатты, кеңпейіл, ақылды, кішіпейіл, мейірімді. Балалар, сендер бұл жерде кімді көрдіңдер? Өзімізді. Өзіміздің қандай қасиеттерімізді айттың? Жақсы қасиеттерімізді. Балалар, сонда жақсы қасиеттері мен ақылдары үлкен, яғни ақылдарыңды ұштастырған яғни адам үлкен адамгершіліктің үлкен тұлғасы болады екен. Сендер бүгін осы білімдеріңмен ақылдарыңды ұштастыра отырып, мына сабағымызды өз білімдерімізді көрсетуге тырысамыз, балалар. Олай болса, балалар, қазір мына жерде жасыл жапырақ, сары жапырақ тұр. Осы жапырақты әркім өзінің сүйген жапырағын алып, оны топқа бөлеміз. Келіңдер, балалар. Кәне топқа бөлеміз, балалар. Топқа бөлеміз, балалар. Лаңырақ, балалар. Топқа бөлеміз, топ басшымыз айлаймыз, балалар. Топ басшысы біздің бүгінгі сабаққа қалай жауап беріп отырғанымызды бағалап отырады. Кәне, балалар, дәптерлерімізді ашамыз. Үйге қандай тапсырма берілді? Кәне қол көтереміз, балалар. Үйге берілді. Айбар. 373 тапсырма берді. 373. Кәне ашамыз, балалар. Сөйтемізді көшімді тексер. Әдіс бойынша бір-біріміздің дәптерімізді бір-бірімізге алмасамыздағы үй жұмысын тексереміз. Тақтаға назар аударамыз, балалар. Тақтаныменен қараймыз. Бағаларымызды қоямыз, балалар. Үй тапсырмасы бәрімізде бар. Тамаша, жақсы, балалар. Олай болса, балалар, кәне болдық па, балалар, тексеріп, олай болса, балалар. Қазір біз өткен тақырыпты қайталау мақсатында ақиқат және жалған деген ойын ойнаймыз, балалар. Яғни сендердің алдарында стикерлер көрсетілген ба, балалар? Егер де пікір ақиқат болса, жасыл белгіні көрсетеміз. Пікір жалған болатын болса, қызыл стикерді көтереміз, балалар. Кәне оқимыз, балалар. Арифметикалық прогрессияның енші мүшесінің табу формуласы. Ақиқатқа жалған ба? Кәне бәріміз көтереміз, мен көрмей тұрмын. Әке сендер жоқ па не? Мін әдетін аламын. Кәне бәріміз көтереміз. Яғни, қандай екен пікір, балалар? Ақиқат екен, дұрыс. Келесі екінші тапсырма қараймыз, балалар. Арифметикалық прогрессияны құрайды дейді. Келсеміз ба? Яғни бұл жерде пікір жалған, балалар. Жалған неге, балалар? Себебі бұл жерде айырымы әртүрлі болып тұр. Тамаша. Кәне көрейік. Келесі үшінші тапсырма, балалар. Есептейміз, балалар. Алтыншы мүшесі -15-ке тең дейді. Кәне пікір. Кәне көтереміз, бәріміз көтереміз, балалар. Пікір жалған дейсіңдер. Кәне көрейік, балалар, пікір жалған екен. Тамаша. Келесі, балалар. Арифметикалық прогрессия, яғни айырымды осы формамен
табамыз дейді. Кәне? Тамаша балалар. Яғни бұл ақиқат пікір екен. Дұрыс балалар. Түрінген балалар. Балалар, енді тақтаға назар аударамыз. Бәріміз тамаша, жақсы жауап беріңдер балалар. Проблемалық сұрақ балалар. Қараймыз балалар. 20, 23, 26, 29, 32, 35 арифметикалық прогрессия құрайтын тізбек берілген. Осы прогрессияның алғашқы 6 мүшесінің қосындысын табуға бола ма? Қосындысын тап болады, есіміз бала 6 мүшесінің қосындысы. Ал енді екі сұрақтарымыз бар. Арифметикалық прогрессия алғашқы 30 мүшесінің қосындысын тап дейді. Яғни осы есепті оңай шешуге бола ма деп ойлайсыңдар? Табуға болады, ол үшін біз нені білуіміз керек? Қандай формуласын білуіміз керек? Яғни Sn яғни мүшелерінің қосындысын, яғни арифметикалық прогрессияның n мүшесінің қосындысының формуласын білуіміз керек болады. Балалар, сонымен бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы, яғни сол формуланы білсек, біз ол есепті шеше аламыз. Яғни бүгінгі тақырыбымыз неге болады? Арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысының формуласы. Дәптерімізге жазамыз болады. Балалар, осы тақырыпқа байланысты қандай мақсат алуға болады? Қане ойланып көрейікші болады. Осы тақырыпқа байланысты қандай мақсат қоятын едіңдер сіздер? Қане? Арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің формуласын есепте шығару. Яғни бірден есепте шығарамыз, біріншіден сек бұл формула. Білу керек дұрыс айтады. Әлде тұра ғой шоңнан? Арифметикалық прогрессияның формуласын. Яғни n мүшесінің формуласын біліп, оны есепте шығаруда қолдану деп отырсын. Отыра қоя біледі. Қане қараймыз балалар. Яғни бүгінгі оқу мақсатымыз балалар. Арифметикалық прогрессияның n мүшесінің алғашқы n мүшелерінің қосындысын есептеу формулаларын, сипаттамалық қасиетін білу және қолдану еді. Бағалау критерийі назар аударамыз ба? Арифметикалық прогрессияның мүшелерінің қосындысын есептеу формулаларын біледі және қолданады. Арифметикалық прогрессияны қолданып есептер шығарады. Балалар, енді осы тақырыпқа байланысты сендерде қандай сұрақ бар? Сол сұрақты стикерге жазып, мына картинаға салуларыңды сұраймын. Осы тақырып бойынша қандай сұрағымыз бар? Сол сұрақты жазып, мына стикерге ілеміз. Кәне, кімде қандай сұрақ болды, туды бұны? Жазақ болыңыз. Біле береміз, болғандарымыз. Білейік. Картинаны ішіне саламыз болар. Сұрақтарымызды салдық балалар картинаға. Бәріміз салдық қойып. Алиха сала қой. Балалар, тақтаға назар аударамыз. Тақтаға, яғни неміс математика, Карл Гауссның суретін көріп отырмыз. Балалар, осы арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысының формуласын неміс математигі Карл Гаусс өмірінің бір мезетіне байланысты екен. Ол 9 жаста болғанда мұғалім сабақта мынандай есеп ұсынады дейді. Бірден 100-ге дейінгі натурал сандардың қосындысын тап дейді. 1 минуттан кейін оқушылардың біреуі, яғни бұл Гаусс болатын дейді. Мен шығардым дейді. Дегенді естігенде мұғалім таң қалады. Гаусс қалай шығарған? Яғни сендерге тапсырма берілген болатын, не балалар? Яғни қазір бірінші топ осыны қалай шығарғанын дәлелдейді.
екінші топ арифметикалық прогрессияның SN-ші формуласын қорытып шығарады бала. Қане бала, бұл үйде берген тапсырма болады, сондықтан көп уақыт қажеті жоқ, ойларыңызды жіберіп жазып, ортаға шығып дәлелдеңіз. Бәріміз бірге болады. Oylarını jинатайын. Специяда бірінші мен соңғы мүшелердің қосындысы жүз болатын, яғни қосындысының ұштары бірде қашықтағы қосылғыштарды қосқанда, әр қосындысының жүздерге тең болатынын білген. 100-ді 1-ге қосқанда 101, 99-ды 2-ге қосқанда 101, 98-ді 3-ге қосқанда 101, 101-ді 50-ге көбейткенде 5050 шығады. Бірден 100-ге дейінгі сандарды қос-қостан топтаған кезде 50 жұп алынатындығын ескерген. Яғни жұптар санын 50-ді 100-101-ге көбейткенде 5050 санын алған. Демек, бірден 100-ге дейінгі натурал сандардың қосындысы 5050-ге тең. Тамаша, өте жақсы. Қайын екінші топ ортаға келеміз. Арифметикалық прогрессияның алғашқы n-ші мүшесінің қосындысын есептеу формуласын қорытып шығарамыз. Бұл S арқылы беріледі. Қосындыны ең алғаш мүшел ретімен жазып алып, оның астына қосындыны кемір ретімен жазып аламыз. Еңгідегі мүшелер қосатын болсақ, жақшылардың ішіндегі әр қосындысы A1 қосылған A-ге тең. Шынымен бұндай жақшылар n-ге тең болады. Арифметикалық прогрессияның алғашқы бір мүшесінің қосындысы және шеткі мүшелердің қосындысының жартысына барлық мүшелер сандарын көбейткенде тең. Яғни шеткі мүшелердің қосындысының жартысын барлық мүшелеріне көбейткенде тең болады. Тамаша. Және осыдан сендер тағы да бір формуланы қойып шығарғанда 5 тең болады 2A1 қосылғанды көбейтілген n-1-дің бөлінгеннен 2 көбейтілген n деген формуланы қосып шығарып аламыз. Ол жерде S-ін және нені ұмытып кеттік, мәңдер? N-ші мүшесін табу үшін, N мүшесінің қосындысын табу үшін осы формуланы қолданамыз деп болады. Яғни бірінші формула, өңген одан екінші формула шығады. Тамаша отырыңдар бала. Жақсы бала. Қане бала? Ең бірінші топ шықты. Бірінші топтың жұмысын бағалайықшы. Қалай өрнекті? Тамаша ма? Жақсы ма?
Екінші топты бірінші топқа қалайық. Тамаша, бұлар да жақсы тұрады. Ана сонымен қайда тақтанға назар аударамыз. Яғни арифметикалық прогрессияның n мүшесінің қосындысын, яғни табу үшін шеткі мүшелерін қосып, қосындысын жақсын, n мүшесіне не істейді болады? Бұны бірінші формула деп алдық. Бірінші формуладан екінші формуланы қосып шығардық. Яғни Sn мүшесінің қосындысы тең болады. 2a1 плюсті n-1-дің көбейтіндісі қосындысының жартысы мен n мүшесінің көбейтіндісіне тең. Бірінші және екінші формуланы дәптерімізге жазып аламыз болады. Яғни бұл арифметикалық прогрессияның n мүшелерінің қосындысының формуласы тең болады. Жазып алсақ болады. Қазір әр топқа мен бір тапсырма берейін деп тұрмын. Топпен жұмыс қылып, оқулық ашамыз. 392-ның бір тапсырмасын бірінші топ, 392-ның бір тапсырмасын екінші топ орындаймыз. Ақылдастарымыз орындаймыз, шығарамыз. Çünkü топтың бір мүшесі тақтаға шығып болмайды. Минус 5,6.
Kani birinchi topda nima aytdingiz bola? Taqsimlasin. Bunda bizga berilgani, esepni berilgani bo'yicha aning 4-mushasi berilgan, және ол 10 ga тең. Және 7-mushasi 19 ga тең. Bunda bizga табу керек, S 10-mushasini табу керек. Bizga A1 qo'shilgan 3'ді тең 10 ga, A1 qo'shilgan 6'ды тең 19 degan. Ya'ni tengliklar juyasini qilamiz. Budan azaytу tәсілін қолданып, -3'ді тең -9 деп аламыз. Сонда biz bunda buni 3 ga тең деп табамыз. Ya'ni 1 teң 3 ga bo'ldi. Endi qay mushasini topib olamiz bizga? Biz A1 qo'shilgan 3 көбейту 3 тең 10 degan olamiz. Және bundaga bizning A1'imiz 1 ga тең bo'ldi. A1 A'ning 10-mushasi teң A1 qo'shilgan 9'ды. Және bizga A'ning 1-mushamiz 1 ga teң bo'lgandan 1 qo'shilib 9 көбейту 3 тең 28 degan aytamiz. Ne uchun biz A 10-mushasini topdik? Ne uchun A 10-mushasini topdik bola? Bizga S'ning 10-mushasi. Ya'ni S'ning 10-mushasini topib uchun biz A'ning 10-mushasini topamiz. Tamosha, ar qaray. S 10-mushamiz teң o'rnuna qo'ygandan 1 qo'shib 28 bo'lingan 2 ko'paytirilgan 10 teң 145 ga teң bo'ladi. Bu qay formani qo'llandingiz? Birdimi, ikkinchimi? Birinchi bo'lsa javobi 145 ga teң bo'ladi. Tamosha bola. Qani endi kimdir? Арифметикалық прогрессия, яғни арифметикалық прогрессияның 5-ші мүшесіне арифметикалық прогрессияның 6-ші мүшесін қосқан кезде -15,2 шығады. Ya'ni berilgani bor, ya? A 5-chi mushasini A 6-chi mushasini qo'shsa, -15,2 шығу керек. Яғни бізге табу керек S 10-ші мүшесін. Яғни шешуі A1 қосылған 4'ті, A1 қосылған 5'ті. A1 қосу 4'ті қайдан шықты? Яғни A5'ті A5'ті орнына, A 5-chi mushasi орнына A 1-chi mushasi плюс 4 жаздың, ya? A6 мүшесінің орнына A5 плюс 5'ті деп алдым. A5 па жоқ A1 ма? A1 қосу 5'ті деп алдым. Сөйтіп теңде ордың, ya? 2Аға қосу 9'ды тең болады -15,2. Яғни арифметикалық прогрессияның алғашқы n натурал сандар жиынының екінші формуласы бойынша 2A плюс d n минус 1 бөлінген 2 және көбейтеміз оны n Осыдан n-ші мүшесін табу үшін 10-ші мүшесін табу үшін 2Аға қосамыз 9'ны және оны 2-ге бөлеміз, көбейтеміз 10-ға. Яғни -15,2-ні 2-ге бөліп, оны 10-ға көбейтсек -76 шығады. Балар не жерден не болып кеткен? Қаншасыншы мүшесі болып? 1-ші мүшесі. Мына жерде де 1-ші мүшесі болып кеткен. Жақсы, тамаша отыра ғой. Балар әр код өзінің есебін жазып алсын. Яғни ақылдасып отырып, топтық жұмысты жақсы қолданып қалар. Қане бағалаймыз қазір. Қазір болсын барлығы. Топ басшылары балалардың күнінде. Al bizga birinchi top bitdi. Birinchi topning жұмысын ikkinchi top qani qalay chiqar desakda. Tamosha? Yaraydi. Tamosha. Al birinchi top ikkinchi topning жұмысын бағалайық. Жақсы балалар, олай болса, қазір балалар сендерге мен жылтып тапсырма берейін деп тұрмын. Балалар шашап қалып қойдың, қазір біз сегіз сәтін өткізіп алайықшы балалар. Тақтағаныздар отырамыз. Балалар қазір топқа кезек-кезек береді. Бірінші топ, екінші топ дейміз. Егер де бірінші топ жауап бере алмаса, екінші топ жауап береді. Бастаймыз балалар ойынды. Бірінші топ
Жібек па? Жібек болып бере ма? Бірінші мүшесінен бастап әр мүшесіне алдыңғы мүшесіне тұрақты бір санды қосқанда шығатын сандар тізбегі арифметикалық прогрессия. Сұрақты оқышы. Сандық тізбек па? Сандық тізбек дегеніміз алғашқы n натурал мүшесін немесе басқа n натурал мүшесін шығатын функцияны сандық тізбек деп атайды. Кәне кім нақтырақ айтады? Кәне, Жәнеке. Сандық тізбек деп анықталуысы n мүшесінің натурал сандар жиыны немесе барлық натурал сандар жиыны болатын тізбекті айтады. Тізбекті айтамыз. Тамаша. Жәнеке, жартылай екінші топ. Толық жауап берді. Нәлер отырамыз балар сұраққа? Нақты оқып аламыз. Сонымен жауап береміз балар. Екінші топқа бұл енді. Нұрәли. Әділет жауап берсінші, әділет оқылды. Үш тәсілін білеміз дейді. Қандай? Формуламен және сипаттау. Рекурренттік тәсілмен беріледі дейді. Келсеңіз бабалар, бұл сұраққа түсеміз болады. Келесі бірінші топқа сұрақ беріледі болады. Оқимыз. Бірінші топ жауап береді балар. Қайсы сұрақты оқимыз бірінші? Оқи ғой. Жәнеке айта ғой. Арифметикалық прогрессияның анықтамасы беріледі. Егер қатар тұрған мүшелердің айырымы тұрақты болса, онда мұндай қатар тұрған мүшелердің сандар тізбегін арифметикалық прогрессия деп аталады. Қане, кім нақты жауап береді? Қане айтар? Екінші мүшесінен бастап алдыңғы мүшесіне тұрақты бір санды қосатын болса, бұл тізбекті арифметикалық прогрессия деп атайды. Яғни тұрақты бір санды қосатқанда шығатын тізбекті арифметикалық прогрессия деп атаймыз. Қане, бірінші топтың жауабы екінші топқа кетіп қалды. Енді соңғы сұрақ болады. Екінші топқа. Екінші топ. Қиын емесі. Қане, Алина? 9, 5, 1. Ол қандай тізбек? Өспелі ме, келмелі ме? Келмелі. Себеп бұл жерде неге тең болады? 4-ке тең. Қандай 4-ке тең? Минус 4-ке тең. Дұрыс. Тамаша балар, жақсы жауап бердік балар. Енді жұптырсымыз. Бәріміз карташамыз 396 бетте. Номер 396. Бірінші жұп. Екінші жұп. Үшінші жұп және төртінші жұп. Комиссия дұрысталады. Қай жұп болса, олар есептері. Қолымыз көтеріп, айтамыз жұптан.
Төртінші жұп па? Қане төртінші жұп жауаптарды айта алыңдар. А1 тең 2-ге, N тең 7-ге. Тамаша. Үшінші жұп бітті. Үшінші жұп жауаптарды айта алыңдар. A1 тең 5-ге, AN тең 17-ге. A1 тең -5-ге. -5-ке. -5 болса онда дұрыс. Отыра ғой. Тамаша. Келесі қай жұп болады? Қай жұп? Бірінші жұп па? Екінші жұп айта алыңдар. D тең -2-ге, AN тең -4-ге. AN ба? A7 мүшесі ғой. A7 мүшесі -4-ге. Отыра ғой. Келесі. D мүшесі -3-тен 4-ге, N мүшесі 4-ге. N 4-ге тең, D аяғы неге тең? -3-тен -3-тен 4-ге тең. Дұрыс, тамаша. Жақсы балалар, жақсы жұмыс жасадыңдар. Дәптерлеріңе жазып алыңдар балалар. Балалар, енді кастингерге жазып аламыз дәптеріңізге. Балалар, енді сендерге әрқайсыларыңа жеке тапсырма беріледі. Тест тапсырмалары балалар. Дәптерге орындаймыз балалар. Тек қана жауаптарын жазамыз. Қайсысы дұрыс? Бірақ орындаймыздағы дәптерге жазамыз. Қазір болсын балалар, уақыт бар әлі. Балалар, тапсырмалар қиын болған жоқ деп ойлаймын. Болған сияқтысыңдар. Және әркім өз тапсырмасын тексереді балалар. Балалар болса қоямыз бұны. Бәріне бір болды ғой. Жазып тұр балалар. Қараңдар. Бірінші сұраққа бәріне дұрыс жауап берсең 5 ұпай. Екінші сұраққа дұрыс жауап берсең 2 ұпай. Үшіншісі 3 ұпай. Ана жоғары жағында дұрыс жауаптар тұр балалар. Қане бағалап болсақ балалар. Айбар. Қане ана тесттің бірінші сұрағын оқышы болам. Арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысының формуласын қорытынды шығарып жүріп ретін көрсеттік. Қалай көрсет бұл бала? Бірінші не де бұл? Жыраймыз бала. Бірінші мен бұны бердім. Яғни оқы. Дұрыс. Қосындысының мәнін S деп белгілеу керек. Екінші қайсысын белгіледің? Екіншісін E дедің, е? Оқы. Арифметикалық прогрессияның біріншіден бастап n мүшесіне дейінгі мүшелерден S қосындысының қосылыстарын номерлерін өсу ретімен жазу керек. Үшіншісі қайсысын белгіледің? Үшіншісі A.
арифметикалық прогрессияның біріншіден бастап n мүшесіне дейінгі мүшелерін әсіреп қосылысын қосылғыштар нөмірлерін кему ретімен жазу керек. Содан кейін не істедің? Одан кейін бір-бірінің астына жазылған мүшелердің жұптарының әрқайсысының қосылысы нешеге тең және осындай неше екенін назар аудару керек. Ең соңғысында екі теңдікті мүшелер қосу керек. Мүшелер қосу керек. Яғни екінші топқа бұл оңай қиын болмайды болар, себебі сендер топта осы тапсырманы орындаған болатынсыңдар, иә, дұрыс бала. Қане балдарыңды қойыңдар бала, топашыларына беріңдер, дәптерлеріңді балдарыңды қойып қойсаңдар. Топашыларға береміз. Балалар, енді бағанағы проблемалық сұраққа оралайықшы. Ең басында біз бір проблемалық сұрақ қойдық қой. Сол сұрақтың жауабын тапқан оқушылар бар ма екен? Қане қараймыз балалар. Мына. Қараңдаршы балалар. Яғни біз мынандай проблемалық сұрақ қойғанбыз. Мына арифметикалық прогрессияның 30 мүшесінің қосындысын тап дейміз. Қане топ көріңдерші, 30 мүшесінің қосындысын. Сіздер табуға болады дедіңдер. Яғни SN3 мүшесінің формуласын пайдаланып табуға болады дедіңдер. Олай болса ол неге тең екен балалар? Қайыз табамыз. Қай формамен тауып отырсыз балалар? Табамыз балалар. Қане қаттақты болады? Тамаша болады. 1905. Керемет. Алина тапты. Алина отыра ғой. Яғни мына проблемалық сұрақтың, яғни арифметикалық прогрессияның 30 мүшесінің қосындысы неге тең екен? Қай формамен таптың балам? Екінші формамен. Яғни А1 неге тең? А1 20-ға тең. Д неге тең? 3-ке тең екен. Тамаша балалар. Балалар, енді сабақтың басында біз мына жерге, мына корзинаның ішіне өзіміздің сұрақтарымызды қойған болатынбыз. Солай енді осы сұраққа жауабы алдым деген оқушы мынадай тұрады өзінің жауабын алады. Өзі алады. Ал егер мен осы сұраққа жауап алған жоқпын сабақта деген оқушылар болса, сұрағын шете қалсын. Кенде болады. Бәрі сұрағымызға жауап алдық па? Қане, Әдейсе, қандай сұрақ қойып едің маған? Арифметикалық прогрессияның формуласын білмейді. Қандай формуласын білмейді? Алғашқы n мүшесінің қосындысының формуласы. Ол неге тең екен? Бүгін өттік қой, неге тең екен? Дәптен қарап айтайын. Формуласы неге тең екен? Қане, кім айтады? Кім айтады? Жанерке? Әділер? Сен сұрағыма жауап алдың деді ғой. Неге тең екен? Я n мүшесінің қосындысы тең болады. Қане? Кім айтады қалар? Қане? Тыңдай енді. N мүшесінің n тең болады. A1 плюс Sn тең болады. Шеткі мүшелерінің қосындысының жарқысының барлық мүшелерінің міне осы форманы қолданамыз. Яғни шеткі мүшелерінің, қайталаймыз, шеткі мүшелерінің қосындысының жартысын n мүшелеріне
көбейтеміз. Тамаша. Балалар, енді күнделіктерімізді аламыз. Үйге тапсырма. Белгілейміз балалар, үйге тапсырма. Белгілеп болсақ балалар, топ басшыларына сөз берейік балалар. Кім дайын балалар? Жылдамырақ балалар. Кәне, Жәнетке, болдың ба? Алихан, кәне оғашыңыз бір сұрақ қояйық саған. Арифметикалық прогрессияның SN мүшелерінің қосылысын қалай табады екенбіз? S'in аты қосылған әнге бөлінген екке көбейтілген әнге. Яғни шеткі мүшелерінің қосылысын жатсын, Әнге көп. яғни мүшелер санына көбейтеміз. Отыра ғой. Кәне, Жәнетке тұра ғой. Айта ғой. Ескен Алина бізде 10 бал алды. Көкемдір Али 9 бал. Азымхан Айбар 8 бал. Насыл Әділет 8 бал. Азымхан Жігітке 9 бал. Әділеттің бағасы жоғары емес па? Бәрі курс қойылды ма? Кәне, екінші, бірінші топ. Ербол Жібек 9 бал, Еңірек 9 бал, Альжуман Алихан 9 бал, Балтабай Бейбарыс 7 бал, Иман Алжанетке 9 бал. 9 бал, е? Балар, дұрыс балар. Сонымен балар, бүгін бір тапсырмамыз. Біздің өте тақырыбы түсінікті болды ма? Үй тапсырмасын белгілеп қой. Олай болса сабақ аяқталды. Сабақ аяқталды.